Алаш зиялылары. Алаш партиясы 1917 жылғы 21-26 шілдеде Орынбор қаласында өткен бірінші бүкілодақтық съездің шешіміне байланысты құрылған еді. Бұл съезге Ақмола, Семей, Торғай, Орал, Жетісу, Ферғана облыстары және де бөкей ордасының делегаттары қатысқан. Съезде қаралған 14 мәселенің ішіндегі ең ерекше маңыздысы қазақ қоғамының сол кездегі алдында тұрған мақсаттарына сәйкес халықтың дербес саяси партиясын құру болатын. Бұл мәселені талқылау барысында съезд іс жүзінде партияны ұйымдастыруға арналған құрылтай жиналысына айналады. Жаңадан құрылған партия қазақ атауының синонимі Алаш деген атқа ие болды. Оның құрамына қазақтың ғылыми және шығармашылық зиялыларының белгілі өкілдері Тынышбаев, Жұмабаев, Құдайбердиев, Қарашаев, Торайғыров, Ғаббасов, Ермеков, Досмағамбетов, Ұлбатов тағы басқалар кіреді. Әлихан Бөкейханов 1956 жылы 5 наурызда Қарқаралы уезі Семей облысында дүниеге келген болатын. 19 ғасыр соңы мен 20 ғасыр басындағы қазақ зиялыларының қоғам және мемлекет қайраткерлері қатарындағы аса ерекше тұлға, көрнекті қоғам және мемлекет қайраткері, ұлт-азаттық және алаш жетекшісі, Алашорда автономиялық үкіметінің төрағасы, публицист, ғалым, аудармашы. Ұлттық намыстан жұрдай жалған интернационалист Шалағай белсенділердің көрсетуімен ол 1926 жылы 2 рет тұтқындалып түрме азабына тырнады. Әлихан Бөкейханов Мәскеуге жер аударылады. Зор беделінен қорыққан большевиктер үкіметі оны Қазақстанға жолатпады. Онда 10 жыл үйде қамауында отырған Әлиханды 1907 жылы тамызында Қайрат тұтқында бір айдан кейін жалған жаламен 67 жасында Мәскеуге ату жазасына кеседі. 1909 жылы мамырдың 14-ші КСР жоғарғы сотының қаулысы бойынша әрекетінде қылмыс құрамы жоқ болғандықтан ақталды. Ахмет Байтұрсынұлы 1972 жылы 5 қыркүйекте қазіргі Қостанай облысы Жангелді ауданы Сарытөбе ауылында дүниеге келген болатын. Қазақтың ақыны, әдеби зерттеуші, ғалым, түркітанушы, публицист, педагог, аудармашы, қоғам қайраткері. Қазақ халқының 20 ғасырдың басындағы ұлт-азаттық қозғалысы жетекшілерінің бірі, мемлекет қайраткері, қазақ тіл білімі мен әдебиеттану ғылымдарының негізін салушы ғалым, ұлтты жазудың реформаторы, ағартушы, Алаш Орда үкіметінің мүшесі. Ахмет Байтұрсынұлы полицияның саяси сенімсіз адамдардың тізіміне іліккен соң 1937 жылы 8 қалада қамауға алынады. 2 айдан соң 8 желтоқсанда ату жазасына кеседі. Міржақып Дулатұлы Алаш қозғалысының қайраткері, жазушы, ақын, драматург, журналист. Торғай облысы Торғай уезі Қызылбе мекенінде дүниеге келген. 1905 жылы 17 қазанда Ресей үкіметінен қазақ халқы атынан жолданған 40 пьесасын дайындаушылардың бірі болды. Осы кезден бастап полицияның саяси сенімсіз адамдардың тізіміне ілігеді. 1909 жылы Қазан қаласында Оян қазақ атты сөз жинағы жарық көреді. Міржақып Дулатовтың замандастары бұл кітапты ұлттық манифест деп айтады. 1911 жылы ол патша үкіметінің бақылауына түсіп 1 жарым жыл түрмеге қамалады. 1910 жылы Міржақып Дулатовтың Бақытсыз Жамал атты тұңғыш романы жарыққа шықты. Романда көтерілген әйел теңсіздігі, олардың қамалға сатылуы жұртшылық арасында үлкен танымалдыққа ие болды. 1915 жылы түрмеге деген атаумен ол жинағы шықты. Әлихан Бөкейханов басқарған қазақ зиялылары 1905 жылы газеттер үлгісіндегі қазақтың ұлттық саяси партиясын құруға әрекет жасағанда, оның 20 ғасырдың басындағы Қазақстандағы буржуазиялық қатынастарға бейімдеуге жетекшілік жасайтын ұлттық либералдық типтегі ұйым құруды ойластырды. Ал Әлихан Бөкейханов пен оның серіктестерінің 1905-1907 жылдардағы көзқарас эволюциясы 1907 жылғы шілдеде ұлттық демократиялық мақсат-мүдделерді көздейтін Алаш саяси партиясын құруға алып келеді. Алаш шын мәніндегі дәстүрлі саяси партия болып қалыптасып үлгермегеніне, іс жүзінде саяси ұйым ретінде қоғамдық қозғалыс дәрежесінен әдеттегі партияға өту кезеңін бастан кешірген өтпелі саяси ұйым болғанына қарамастан, қоғамдық саяси өмірге араласа бастаған кезден түбірлі екі ұлттық мақсатты қазақ халқының отарлық кезеңінен құтқару дүниеде қазақ қоғамының өркениетті елі қатарына кіруді армандады.